Сәлем достар, сіздермен Әсия. Жұмыртқасыз қайнаған сумен осындай дәмді шоколадный пирог жасаймыз. Каналыма тіркеліп, видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге ешқандай миксерде, таразыда қажет емес. Барлығын бір ыдыспен өлшейміз. Бір стакан ұнды електен өткіземіз. Оның үстіне жарты стакан какао саламыз. Үстіне жарты стакан қант қосамыз және бір шай қасық разрыхитель қосып, құрғақ заттардың барлығын жақсылап араластырамыз. Бөлек ыдысқа бір стакан қайнаған су, жарты стакан сұйық май қосып араластырамыз. Енді осы сұйық массамыздың үстіне құрғақ заттарды 3 бөлікке бөліп, венчиктің көмегімен жеке-жеке араластырып аламыз. Міне жылтыр түсте осында пирогтың қамыры шығады. Енді формамызға құйып, алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут пісіреміз. Міне бізде пирог пісті. Қалауларыңыз бойынша шоколадный глазурь немесе вареный сгущенка орех сепсеңіздер де болады, немесе жай ғана өзін жесеңіздер де болады. Брауни сияқты керемет пирог болып шығады. Балаларыңызға міндетті түрде осы рецептпен жасап беріңіздер. Басқа да видеолар жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.